артым слишком жарық болып тұр ма? Иә. Ой. Мынау неге тартыла береді? Түсіру керек. Түсіру керек та. Осылай істеу керек. Барлықтарыңызға сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Аяқ астынан эфирге шығып жатырмын. Қандай тақырыпта әңгіме өрбітетінімізді білмеймін. Сіздердің запростарыңыз бойынша сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Гаухар, қалайсыз? Өзгеріп кетіпсіз дейді. Мен көзімнен мынандай жастығым мынандай. Айзада, қалайсың? Даусым жақсы естіліп тұр екен. Так, онда қазір сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Ер мен әйелдің қатынасы туралы деп жазыпты бір кісі. Ер мен әйелдің қатынасы туралы бізде сабақ болады. 14 февраль күні махаббат күніне орай осы қарым-қатынас туралы тегін лүпіл деген жоба жүзеге асатын болады. Ол жерде біз қарым-қатынастың барлық түрлерін, кармический қарым-қатынас, космический партнерлар туралы, зависимый отношениялар туралы, переход кезінде не үшін адамдарда көп развод болатындығы жайында, жалпы болашақта қарым-қатынас қандай болатындығы жайында, сондай тақырыптарда әңгіме өрбітетін боламыз. Мен әйел мен ердің қарым-қатынасын сол кезде айтатын боламын. Ол 14 февраль күні болады. Уақытын әлі қойған жоқпыз. Мүмкін кешке қарай болатын шығар. Сол жерде ғашықтық туралы, вообще махаббат деген ол не деген тақырыпта әңгіме айтатын боламыз. Сосын ол жерде нелер береді, техникалар беріледі отношенияға байланысты. Жалпы әйелдің шынайы образы туралы техникалар жасайтын боламыз. Сол жерде айтамын жалпы қарым-қатынас туралы. Одан кейін энергияны қалай көтереміз? Жаңа толқынмен бірге болу үшін депті. Жаңа толқынмен бірге бол қанша депті. Ол проект бесплатно болады, осы прямой эфирде өтетін болады. Энергияны көтерудің негізі қажеті жоқ, искусственно. Егер сіздің ішіңізде бір принятие болатын болса, сопротивление болмайтын болса, ешқандай дүниеге, сіздің телаңызда блоктардан айырылған кармалық периодтан шыққан болсаңыз, сізде уже жермен резонансқа түсесіз. Жер көтерілген сайын сізде көтеріле бересіз. Оны искусственно көтеріп, качать етудің қажеті жоқ. Только теламен байланысты орнату керек. И келесі сұрақ болған екен, денемізді қалай тыңдасақ болады, қалай басқара аламыз деген. Жалпы осы тақырыпта әңгіме айтып кетейін, потому что бізде қазір именно телаға байланысты бір бүкіл назарымыз қазір телаға аударып қойып тұр. Бұл период только кармалық отработкадан шыққан адамдарға байланысты. Біз 2012-ден бастап осы уақытқа дейін кармалық отработкаларымызды прорабатывать еттік. Өткен өмірлерде түсінбеген задачаларымызды осы өмірімізде орындадық. Бірнеше өмірде бірге келіп, кармаларымызды үзе алмай жүрген адамдармен кармаларымызды үздік, аяқтадық. Бір 50 өмірде жете алмаған санаға осы 2012-ден бері қарай уақытта біз жеттік. Қазір санамыздың барлығы ашылып, әртүрлі дүниелерді түсініп,
осуждение, бұрынғы өткен 3D матрицаның ойындарынан шығып жатырмыз. Бізде үлкею, санада кеңею процесі жүріп жатты. Бұл 2012-ден бастап бірінші оянатын лек болды адамдар, кәрі рухтар. Солардың барлығы қазір уже оянып, өз-өздеріне келе бастады. Бір андай аласапыран, боран, кармалық периодтан шықты. Енді дальше келесі этап. Келесі этап бізде теломен байланысты болады. Ал қалған жаппай халық енді кіріп жатыр кармалық отработкаға. Бұрында бастапқы кезде 2012-ден бері қарай бізде кәрі рухтар, больше бұрында жерді управлять еткен күштер оянған болса, әртүрлі кармалық сабақтардан өткен болса, жалпы халық ол кезде ұйқыда болды. Например, халықтың 10% оянуға тырысып жатты, ал 90% ұйқыда болды. 10%-дің энергиясы уже толды. Енді осы 10% оянған адамдардың энергиясының толуына байланысты екінші потокқа бізде не ашылады, бір поле сияқты ашылады. Солардың энергиясымен жаппай халық оянатын болады. Жаппай халық осы кармалық периодқа енді кіріп жатыр. Осы уақытқа дейін проводниктерді, бір рухани ұстаздарды тәрбиеледі ғалам өзі. Енді сол ұстаздарға келетін жаңағы адамдар енді оянып жатыр. Бұл жерде тоже екі түрлі нәрсе бар. Рухани проводниктердің барлығы оянып кеткен, жаңағындай бір сана деңгейінде белгілі бір дәрежеге жеткен адамдар деп айта алмайтын едім. Себебі ол жерде духовный маскамен жүретін, өзі толықтай трансформациядан өтпеген, бірақ адамдарға трансформация туралы жаңағындай айтатын, өзінде бір өзін-өзі алдап жүрген адамдар негізі көп. Сол себептен проводниктерді таңдаған кезде дұрысынан таңдағандарыңыз жөн, және тәлімгерлерге, жоғары күштерге сеніп, соларға тапсырып, соларға сұрасаңыздар болады, маған қажетті адамды кездестіріңіздер деген сияқты. Ал қазіргі кезде ондай проводниктер, духовный маска киіп алған адамдар прям өте көп. И болашақта осы биылғы жылдан бастап чистка болады осы проводниктердің арасында, ғаламда. Өзін-өзі алдап жүрген, ешқандай бір қабілет қасиеті жоқ, бірақ өзін духовный проводник деп санайтын адамдардың барлығын полядан чистка болады, алып тастайды. Бірінші, бұл жерде адамдардың өздігі ішінен толып, сол істеп жүрген нәрсесіне толып өздігінен кетеді. Одан кейін екінші, мемлекеттік қысымның арқасында адамдар сол өздерін алдап жүрген сферадан, былайша айтқанда, кетеді. Возможно, ол жерде контрактлары аяқталған болуы мүмкін. Қазір қарасаңыздар, өте көп психологтар, екінің бірі психолог, проектларға жазылады, бірақ психологияны вообще өздері түсінбейді, өздері ұқпайды, өздерін духовный проводникпін деп айтады, бірақ ешқандай қабілеті, ешқандай бір несі жоқ, рөлі жоқ, былайша айтқан кезде, бірақ өздерін солай атап жүретін адамдар болады. Бірақ олардың полясына кірген кезде духовный маска, вообще ол кісі творчествоға келген, духовностьтан неғып жүргенін білмейсің, ол кісі вообще деген бизнеста миссиясы бар, бірақ творчество неге кетіп қалған, духовный жаққа кетіп қалған, енді бір не туда адасып кеткен, адасып жүрген проводниктер де бар. И осы жылдан бастап сондай проводниктерге өте қатты чистка болады. И бұл біріншіден жоғары күштердің ішкі әлемде, одан кейін физикалық әлемде мемлекеттік қысым, тексерістер арқылы. Сол себептен, егер сіздер сондай бағытта жұмыс жасасаңыздар, барлығын заңдастырып жасаған дұрыс. Бірінші сол жаңағы 2012-ден бастап оянып жатқан, бірінші сол проводниктер, әртүрлі кәрі рухтар болды. Енді сол кәрі рухтардың энергиясы полноценный толды да, физикалық тело арқылы. Дальше қалған жаппай халық оянатын болады. Енді осы оянған адамдар да больше, енді оянған деп бөлуге болмайды, бірақ та енді сіздерге түсінікті болу үшін 2012-ден бастап бір трансформациялық периодта жүрген, рухани ізденіс жолында жүрген адамдар, енді біз әрі қарай өзіміздің денемізге көңіл бөлуіміз қажет. Досым, жай естіп тұрма. Өзіміздің денемізге көңіл бөлетін боламыз. Бұған дейін біздің теломыз ол өзімен өзі өмір сүрді.
денемізде біздің шаруамыз болған жоқ. Душамыз бөлек, умымыз бөлек, логика бөлек, вообще жан жақта ыдырап өмір сүрдік. Енді біз былай құрастырып жатырық. Құрастырып жатқан кезде бізде құрастырып жатқан кезде біз бірінші денемізге көңіл бөлуіміз қажет, потому что біз бұл денемен переход жасаймыз. Біз басқа денемен туылмаймыз, осы денемен переход жасаймыз. Сол себептен бұл біздің ең үлкен құралымыз. Денеге өте жақсы қарым-қатынас таныту қажет. Қазіргі кезде бізде денеде психосоматикалық аурулар өте қатты шығып жатыр. Вроде нормально жүресің, и бац, бір жерің ауырады, больницаға барсаң, уже сенде хронический болып кеткен. Бұл бірінші себеп астралдың себебінен. Физикалық телода әртүрлі аурулардың пайда болуы бұл төменгі астралдың себебінен. Төменгі астралда біздің душаларымыз жатады, я. Сол душаларымыз сыртқа шығып сөйлесесіз по телефонмен? Төменгі астрал бізге солай әсер етеді. Бізде проектті жасаймыз ғой, төменгі астралмен, жоғарғы астралдармен жұмыс жасаймыз. Сол кезде төменгі астрал бұл біздің физикалық теломызға қатты әсер етеді. Егер де сіздің төменгі астралда телаңыз, сол өткен өмірдегі тело қиналып жатқан болса, сол қиналып жатқан орган уже физикалық әлемге әсер ете бастайды. Мысалға, төменгі астралда жаңа бір душаңыз баспен жатқан болатын болса, именно сол сіздің басыңыз ауыра бастайды. Или анда қолы қайырылып, или қолы жаңа іріңдеп бір нәрсе болып жататын болса, қолыңызға әртүрлі жаралар шыға бастайды деген сияқты. Или там сексуальный энергияға кетіп, әртүрлі адамдарды зорлап, төменгі астралға душаңыз түсіп кететін болса, сізде сразу бір екінші қуат көзінің айналасында әртүрлі аурулар пайда бола бастайды, потому что астрал бізді былай қысып жатыр. Қысқан сайын екеуі синхронно келіп жатыр да, и анау астралдағы эмоциялар, астралдағы телоның бүкіл боляшкалары біздің теломызға шығып жатыр. Бұл бірінші себеп. Одан кейін екінші себебі бұл бізде до этого біз ешқашан өзіміздің теломызға көңіл бөлген жоқпыз. Теломыз бөлек өмір сүрді, біз бөлек өмір сүрдік. И біздің телоның памяты, ол мидың памятынан да өте жақсы. Ол каждый нәрсені өзінің есінде сақтап қалады. Сол жерде бізде телода әртүрлі подавленный эмоциялар болады, әртүрлі өзіміздің денемізге көңіл бөлмеген моменттердің барлығы біздің денемізде қалады. Любой ситуацияда біздің теломыз бірінші реакция береді. Бірақ біз теломызда настолько өзіміздің теломызды чувствовать етпейміз, и телоның берген сигналдарын вообще түсінбейміз, естімейміз. Енді қазіргі кезде денеміз оянып жатыр. Вот жүрегі ауырып, бүйрегі ауырып, сен осындай, мысалы, бүйрек страх, сен кішкентай кезде осындай қорқып қалған страхың бар деген сияқты телодандай самочистка жүріп жатыр. Сол себептен әртүрлі психосоматикалық аурулар, әртүрлі денедегі өзгерістер шығып жатқан себебі. Подавленный эмоциялардың барлығын шығару керек. Себебі бізде жер переход жасап жатыр, жердің өзі көтеріліп жатыр, жердің өзінде самочистка болып жатыр. Қарасаңыздар, бір жерде соғыс болып жатыр, бір жерде табиғат өзгеріп жатыр, бір жерде климат өзгеріп жатыр. Соның барлығы жерде өзгерісті самочистка жасап жатыр. И, соответственно, оған біздің теломызда да самочистка жүреді. И бұрын ұмытып кеткен нәрселер, бұрын есіңізден шығып кеткен ситуациялар барлығы өз-өзімен еске түсуі мүмкін. Сол кезде тоже біздің денеміз оянып, денеміз былай сигнал бере бастайды. И яғни біз дене арқылы белгілі бір өзіміз мән бермеген ситуацияларды еске түсіріп жатырмыз. Даусым естілмей жатыр ма? Менде микрофон тұр, хотя. Шашма жаздырып қойым. Жақсы естіліп тұр дейді. Вот теломызда сондай бізде самочистка жүріп жатыр. Поэтому әртүрлі ауруларыңыз шықса, оны игнорировать етудің қажеті жоқ, барып қаралу қажет. Врачтарға, әртүрлі жаңағы маман иелеріне. Антибиотик анау-мынауды ішіп, одан арман өздеріңізді тұншықтырмаңыздар.
Одан кейін көп адамдардың телосында отек кетіп жатыр қазір, ісініп кетіп жатыр. Одан кейін адамдар өз өздігімен лучше шашқа дейді, шашыма жабыспай ма микрофон қай жаққа тағанымды білмей тұрмын, біртүрлі көрінеді екен, ну ладно. Вот қазіргі кезде адамдарда өз өзімен салмақ қосу процесі болып жатыр. Бізде жаңағы мен алдында рилс салдым ғой, сол рилста айтып кеткен болатын. Біз до этого бүкіл ресурсты, бүкіл энергияның барлығын біз неден алдық? Тамақтан алдық. Тамақтан алдық, шаршасақ тамақ ішетін болдық. Біз дофаминді осы тамақ арқылы көтерген болатынбыз. Ал қазір жерде самочистка жүріп жатқандықтан біз саналы түрде оны сезбеуіміз мүмкін, білмеуіміз мүмкін. Мысалға, ана бір Австралияда бір нәрсе болып жатса, оны біздің теломыз сезеді, потому что біз сол жердің үстінде тұрғандықтан, и ол бізге әсер етеді по-любому. Сол себептен жердегі жаңағы дүмпулер, өзгерістердің барлығы телоға әсер етіп жатқан кезде біздің денемізге өте қатты энергия керек. Энергияны требовать етіп жатыр біздің теломыз. Бірақ біз осы уақытқа дейін барлық энергияны тамақтан алдық, дофаминнің барлығын тамақтан алдық, и бізде автоматты тұрғыда ми бізге энергия жетпей жатқандығын сезеді да, и тамақтан алғандықтан сразу бұрынғы өзінің қалыптасып қалған нейроны бойынша жұмыс жасай береді. И бірден энергия қажет, значит бізге қарынды аштыру керек, тамақ керек дейді да, біздің қарнымызды ашыра береді. И біз тамақ ішіп тұрамыз да, бірақ тамақ ішіп жатырсаң, вроде тойып тұрсың, бірақ аш тұрған сияқты ощущение болады. И сөйтіп адамдарда қатты тамақ жеу процесі болып жатыр. Оны жеген кезде өзіміздің теломыздағы азақ энергия сол тамақты қорытуға, етті, бешбармақты қорытуға кетіп қалады. Содан кейін біз вообще андай бір әлсіреп қаламыз. Бұрынғыдай тамақтан энергия ала алмаймыз, наоборот, энергияны қорытуға кетіп қалады. Сол себептен правильный питанияға көңіл бөлген дұрыс, көбірек көкшеп жеп, одан кейін энергия алатын қуат көздерін ауыстыру қажет. Тамақтан емес, больше табиғаттан алу керек. Менде бір кезде бір период болған, что мен все время далаға шығып кеткім келеді, далаға барып жатқым келеді, былай прям жерді құшақтап. Сондай периодтарда біз уже телодан тамақтан емес, телоны тамақпен емес, табиғаттың энергиясымен зарядтаймыз. Менде кеше солай болды дейді. Ондай көп адамдарда болып жатыр. Сол себептен қатты қарындарыңыз ашып, сондай болып жатқанын байқасаңыздар, лучше табиғатпен байланысуға тырысыңыздар. Таудан бір домик алып, сол жаққа барып, баняға барып, спаға барып, массажға барып деген сияқты больше вниманияны сондай бір наслаждениеға, телоға көңіл бөлуге арнаған дұрыс. Одан кейін болашақта бізде медицина бұл химикатқа толы лекарстволар болмайды. Бұрынғы біздің ата-бабамыздың жасаған, бұрынғы адамдардың жасаған ежелгі медицинаға қайта оралатын боламыз. Яғни шөп ішу арқылы, табиғатпен байланысу арқылы өз-өзімізді емдейтін боламыз. Одан кейін болашақта медицинада чисто медицинаға қабілеті бар адамдар ғана отыратын болады. Бізде қалай қазіргі кезде? Бізде бір бала келеді өмірге, ол бір творческий энергиямен туылады, бірақ адамдар айтады, ата-анасы, қоғам айтады, творчествомен өмір сүрсең, ол жақта ақша жоқ, сен деген ертең аш қаласың, балаңды асырай алмай қаласың, одан да дәрігер бол дейді да. Дым қабілеті жоқ баланы дәрігерлікке бағыттап жібереді. Сосын ол отырады, адамдарды көрген сайын раздражаться етіп, нервісі ауырып, өз-өзімен депрессия болып, стресс болып, адамдарды көрсе, одан арман қаны қайнап, сосын келген адамдарға қалай болса солай қарап, тез-тез жұмыстың уақыты бітіп кетсем екен, тез-тез аналар емделе ма, емделмей ме, пофигу, сондай бір өзінің жұмысына салғырт қарайтын мамандарды біз сол жерде ақша бар, сол жаққа бар деп бағыттадық, и сөйтіп жолдарынан адастырып жібердік. Болашақта қазіргі кезде қарасаңыздар, жұмыста да чистка болып жатыр. Адамдардың барлығы өзінің жұмысынан шығып, реально ол неге способны сол нәрсеге қарай ақырын қадам басып жатыр.
мысалға врачтар, дәрігерлер болса, олар тоже более басқа дүниеге қарай көңіл аударып деген сияқты ақырын әркім өзінің орнына түсіп жатыр. И болашақта бізде барлығында кімде реально қабілет бар, кім реально бір сондай бір миссиямен келді, сол адамдар ғана отыратын болады. Мысалға мемлекет басшылықта да нақты мемлекет управлять етуге, халыққа жаны ашитын, халықпен жұмыс жасай алатын сондай мықты адамдар келетін болады. Медицина саласына да бір органдарды сканерлай алатын, көре алатын, тамыр ұстап қасиетімен көре алатын адамдар келеді. И медицинада все время андай УЗИ-ға жіберу, все время андай МРТ-ға жіберу деген нәрселердің барлығы потихоньку тоқтайды да, и сен бір маманның алдына келесің да, и реально сол маманнан емделіп шығасың. И андай анаған мынаған лақтыра беру, терапевтқа бар, потом деген анаған бар, сосын аған бар, сосын бүйт, сосын сөйт деген нәрселердің барлығы тоқтайтын болады. И адамдар соған сәйкес более здоровый өмір сүретін болады. Ондай нәрсе қазір негізі Қытай медицинасы бізде өте қатты дамып кеткен ғой. Ол жақта и химикаттар да бар, бірақ олардың химический дәрілерінің өзі қатты андай вредный емес біздікімен қарағанда. И оларда в основном шөптер көп ішеді, оларда прямындай ежелгі медицинасы қатты дамыған. Бірақ сол медицинаны шығара алмайды олар, потому что ана жақта химикаттың бизнесі тоқтап қалады, и государство бір мемлекет жүйесіндегі адамдар оған жол бермейді, и потом ол андай бір 5-6 адамның арасында ғана қалып қалады, ондай обществоға шықпайды. Болашақта осы химикаттың жүйесінің барлығы тоқтайды, и больше адамға барған кезде бірінші жаңағыдай психосоматикалық тұрғыда, одан кейін жаңағы энергетикалық тұрғыда, одан кейін жаңағы прошлый воплощениялармен байланысы бар болса, соны үзіп, одан кейін барып жаңағы дұрыс шөптер беру арқылы, дұрыс точкаларды басу, жаңағыдай сүлік салу деген сияқты дүниелер болашақта наоборот күшті дамитын болады. Сол себептен медицинада жұмыс жасасаңыздар, сол жаққа қарай қазірден бастап көңіл бөлген дұрыс. И медицина саласында да более қабілеті бар, қасиеті бар, сол нәрсе реально қолынан келетін, өз мамандығын жақсы көретін адамдар қалатын болады. Ал бізге өзіміздің денемізді жақсы көріп үйрену керек, дененің берген сигналдарын түсініп үйрену қажет болады. Бұрынғыдай дене барлығын өзінде сақтап тұра бермейді. Қазір уже бір отырысқа барасың, біреу сенің ашуыңа тиіп, границаңнан өтіп, сенің намысыңа тиді, и сен ана жерде күліп отыра салдың, аха, я сенікі дұрыс деп. Бірақ үйге келген кезде сразу тамағың ұстайды, сразу андай реакция бере бастайды. Или сен бір нәрсені ішінде асқазанда жинай бердің. Бұрын мысалға ол деген жиналып онкология болып шығатын болса, қазір уже бір жаққа барасың, и сразу үйге келген кезде домалап жатасың деген сияқты барлығы. Тело уже өзіне сақтамайды, бәрін тело өзіне жинамайды, сразу уже телода сондай бір өзгерістер болып жатыр. Психосоматикамен сразу шығып тұрады уже. И сосын ойлайсың, мына жерде не болды, тамағым не айтқысы келіп тұр, вот алдында осы жерде мен үндемей қалған едім ғой, өзімнің үнімнің, жанымның дауысын өшірген едім ғой, сол деген уже психосоматикамен шығып тұр екен деген сияқты өздеріңіз түсінесіздер. И уже тело барғың келмейтін жерге апармайды. Бір жерге барасың, бұрынғыда ұят болады, керек болады, ертең ол деген мен тойыма келмей қояды деп ауырып тұрсаң да бару деген дүние болмайды. Бір жерге барасың, уже тебя будет плохо, тошнить етеді, қысыласың, и ана жерден тело өзін өзі алып шығады. Бұрынғыдай болмайды, уже теломыздың өзінде әртүрлі кодтар өзгеріп жатыр. Энергияның жоқ болуы это тоже нормально. Энергияның жоқ болса, энергияның көздерін іздеңіз, жаңағыдай табиғатпен байланысу арқылы массажға барыңыз, білмеймін, спаға барыңыз, солай качать ету керек. Солай ғана телоны баланста ұстай аламыз. Одан кейін келесі сұрақ келген екен, женская энергетика туралы айтыңыз деп. Женская энергетика туралы мен неде айтатын боламын. 8 март күні бізде Умай деген жоба дүниеге келетін болады. Сол жерде женская энергетика туралы айтамыз. Қыздар, ол жобаға барлықтарыңыз келу қажетсіздер, потому что ол жердегі алынған ақпараттардың барлығы чисто жоғарғы жақтан алынған ақпараттар. И ол жерде біз богинялардың энергетикасымен жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы әйелдің болмысы ол өте қатты искажаться етілген.
Женская энергия деген нәрсені өте қатты искажать етіп тастаған. И женская энергия деген кезде біз ойлаймыз, что это сексуальная энергия деп. И қазіргі кезде сексуальный энергияны продавать етеді. Вот бір жерге барады да искусственно качать етеді, сосын күйеуі айфон алып берсе, вау, мен женская энергиям ашылды, машина алып берсе, вау, мен женская энергиям ашылды, все, теперь я буду себя любить деген сияқты. А там какой-то периодтан кейін нифига дыра пайда бола бастайды. Зачем продать себя? Күйеуіңе болсын, кімге болсын, зачем? Зачем сіздердің энергетикаларыңыз бір материалдық дүниеге, айфонға, бір нәрсеге байланысты болу керек? Почему? Почему вы так думаете? Женское начало бәрінен де выше нәрсе. И ол материалдық дүниеден мүлдем тәуелсіз. И біреуге сыйлық көп беріп жатырса, сыйлық алып жатырса, внимание көп болса, это не значит, что оның женская энергиясы орында деген сөз емес. Ол искаженный. Сосын почему адамдар женская энергиясын качать етеді? Почему? Чтобы подарок алу үшін ба? Зачем қыздар ондай нәрсе сіздерге? Лучше өздерің подарка жасаңдар. Вот соның искажениясын айтатын боламыз. Сол 8 март күні болатын Умай деген проектта. Женское началоға қалай оралу керек туралы да айтатын боламын. Сосын ол жерде ол только қыздарға ғана арналған проект болады. Әйел адамдар ғана қатысады. И оның бағасын біз более төмендетіп қойдық, 22.222 теңге деп, чтобы каждый адам өздеріне позволять ете алу үшін. Ол жерден шыққаннан кейін мен когда сол информацияны алған кезде менде мынандай ощущение болды. Менде матка бар, все. Мен барлығын дұрыс жасап жатыр, мен әйелмін, болды деген сияқты ощущение. Бізде қазір мындай ер адамдар бар ғой, өзінің органы бар болған үшін ғана киел сияқты саналынатын. На самом деле оның барлығы басқаша. Женская энергияны полностью искажать етіп тастаған. Сосын женская энергия деген ол вообще басқа нәрсе. Сексуальная энергия деген ол вообще басқа нәрсе. Потом материнская энергия деген ол вообще басқа нәрсе. Материнская энергия только бізде оянады, когда етеккір тоқтаған кезде ғана. Вот почему бізде қазақта балалардың әжелеріне берген, ол кісілерде андай климакс болады. Климакс тоқтаған кезде ғана бізде не басталады? Материнская махаббат басталады. И сол кезде әжелерге берген кезде олар реально искаженный емес, безусловный махаббатпен балаларды өсіре алады. Сосын біз бала босанатын кезде бізде етеккір тоқтайды. И сол кезде ғана материнская махаббат бізде қосылады. Сол кезде ғана біз балаларымызды реально жақсы көре аламыз. Ал когда етеккір келген кезде бізде уже ол жерде бізде женская энергия болады. Женская энергия мен материнская энергия екеуі вообще басқа нәрсе. Вот сол туралы толығырақ айтатын боламын. Одан кейін етеккір кезіндегі, етеккірді вообще искажать етіп тастаған. Вообще көрерсіз, естісеңіздер күлкілеріңіз келеді ана нәрсені. Етеккірді вообще искажать етіп тастаған, оны кір деп айтаған. На самом деле ол вообще кір емес, ол етеккір деген әйелді толтыратын цикл. И ол циклдар аймен байланысты болады. Етеккір кезінде әйелдерге бала шағаны қарауға, қоғамда жұмыс жасауға, базарға баруға, қырылып жүруге вообще болмайды, потому что ол бүкіл энергиясын таратып тастайды. Потом раздраженный, никчемный, қолынан түк келмейтін, шаршап қалған, өзін жоғалтқан әйелге айналады. Наоборот, біз сол етеккір кезінде демалуымыз керек. Бұрында қалай болғанын сол программада айтатын боламын. Одан кейін ең алғаш етеккір келген кезде ол вообще самый святой нәрсе болған бұрында. И сондай кезде қыздарды құрметтейтін болған. Бізде қазір ер адамдар сүндеттен кезде той жасайды ғой, бұрында наоборот болған. Сондай тақырыптарда әңгіме өрбітетін боламыз жалпы. И етеккір кезінде бұрында богинялар, жрицалар жасаған техникалармен бөлісетін боламын. Одан кейін ер мен әйелдің қарым қатынасы, жыныстық қатынас кезінде қандай порталдар ашылады, вообще ол қалай болуы керек, сол дүниелер туралы айтылатын болады. Тағы не туралы айтатын едім, қазір ұмытып тұрмын. Ол сол техник, не де айтамыз, вообще искажаться етіліп кеткен.
Потом андай жатырға арналған техникалар беріледі. Вот сол туралылар айтатын боламыз. Ол умайда 8 март, наверное, или 7 март күні, или 9 март күні бастайтын шығармыз, айтатын шығармыз эфирге, потому что 8 март күні, наверное, көбісі бос болмайды. Так, женская энергия туралы сол. Енді келесі сұрақ. Жай етек десек те болады дейді. Жоқ, етек деме, оны наоборот қызыл маржан деп қазір ауыстырып жатыр ғой адамдар. И вы понимаете, что сізде месячный болған үшін, сізде матка болған үшін сіз құдіреттісіз, қасиеттісіз. Болды, сізге басқа еш нәрсе керек жоқ, не надо этого продать. Ақшаға, бір нәрсеге. И сосын женская энергия вообще, біздің қазіргі женская энергия, анау подростықтардың нелер болады ғой, бір хотелкалары, сондай нәрсе ғой, бір бала санада қалып қалған. И біз ондай женская энергиямен никогда мына жағымызды үлкейте алмаймыз. Мына жақты качать еткеннен не пайда, мына жеріңде тупой болып тұрсың. Вот, сол туралы айтатын боламыз. Енді келесі сұрақ келіпті, жоба X-тан кейін болатын трансформациялар туралы, жалпы жоба X туралы айтыңызшы дейді. Так, жоба X деген, достар, жоба X бұл уже негізі 5D-нің техникасы. Қазір уже психологиялық техникалар жұмыс жасамайды. Потому что қазір уже адам оянған кезде психология, нумерология, кармология деген сияқты дүниелердің барлығынан оянып кетеді, одан шығып кетеді. Адам оянған кезде оған ешқандай білім керек емес, оған керек нәрсе төбесінен өзі келеді. Ол үшін біреуге барып, біреудің миын арендаға алып, менің ситуациямда не істейтін едіңіз деп біреудің жаңағы советіне мұқтаж болмаймыз. И бізге ондай білімдер уже керек емес болады, потому что қазір душа оянып жатқандықтан бұл ілімдер уже тоқтайды. Өзінің кезегінде, өзінің заманында бұл білімдер, ілімдер қажет болды, бізге лестница болды. Енді бұл уже ары қарай жұмысын почти толықтай тоқтататын болады. Болашақта жаңа ілімдер, жаңа білімдер дүниеге келеді. Психология сияқты ілімдер кішкене өзінің жұмысын ақырын тоқтататын болады. Если сіздерде психологтар осы жерде тревога болып жатырса, значит, сізде истинный нәрсе емес. Маған атаковать етудің қажеті жоқ. Но это по-любому барлықтарыңыз көресіздер, барлықтарыңыз білесіздер уже. Алдағы уақыттарда бұл ілімдер жұмыс жасамайды, потому что душаның барлығы оянып жатыр. Бұл психология, кармология, нумерология, чакралогия, жаңа бүкіл программалар бізге керек болды. Ол біз үшін лестница болды. Егер біз сол ілімдерден, білімдерден өтпесек, келесі өлшемнің техникаларын, келесі өлшемнің программасын түсінбейміз. Біз солардан өтіп болдық, уже оны завершать етеміз да, қоштасып, жаңағындай өзіне босатып, өзіміз дальше кетуіміз керек. Бұл ілімдер негізі біздің душамызға қажеті жоқ, потому что душада эмоция жоқ, душада травма жоқ, душада андай әртүрлі бір нәрсені доказывать ету, күшті болуым керек деген сияқты жарысатын эмоциялар жоқ. Душа дуальный емес, ол бөлінбеген бір тұтас. Оған ақта қарада барлығы бірдей. Дуалды әлемге түскен кезде біз эгомыз арқылы, уымыз арқылы мынау жақсы, мынау жаман, мынау күшті, мынау деген бармау керек, мынау мынандай, анау сондай деп бөлеміз да. Осы дуалды әлемде нормально выживать ету үшін бізге осы ілімдер керек болды. Ол ілімдер біздің эгомызға керек. Ол ілімдер эгомызды ретке келтіру үшін, болашақтандай адамдарға қатты зиян тигізіп кетпес үшін, өзімізді босату үшін, біздің эгомызды ұстап тұру үшін керек болды. Ал когда переход жасаған адамдарда эго растворяться етеді, өзінің орнына түседі. Мына жерге душа келеді. Душа келген кезде ол уже еш нәрсеге бағынбайды. Оған уже еш нәрсе керек емес. Оны все время качать етіп, оны все время андай травмасын реттеп, оны все время психологтарға барып миыңды реттетіп келуге мұқтаж болмайды, потому что ол Құдайдан бөлініп шыққан нәрсе, и ол мына жерінде орнаған кезде сізде бүкіл нәрсе разрушение кетеді. И душа келеді. Поэтому болашақта
ондай білімдер болмау мүмкін. Мүмкін емес, стопудово. Сосын қазіргі кезде қазір бұны айтсам тоже кейбір адамдар қарсы шығуы мүмкін, но бізді Құдай басқарған жоқ. Бізді программа басқарды. Біз Құдайға табынған жоқпыз, біз программаға табындық. И программа бізді управлять етті. И то, что біз қалағанымызды берген, қалағанымызды бүйтіп құрастырып отыратын, бізді басқаратын программа. Бірақ біз ұйқыда болғандықтан сол программалардың үстіне шығып кете алмадық. А когда біздің душамыз оянған кезде біз ол программаларға уже бағынбаймыз. Біз реально Құдайға, шын Құдайға жақындаймыз. До этого адамдар төменге түскен кезде каждый өзіне белгілі бір Құдайды создавать етіп алды. Бірінші кезекте бұл пұттарға табыну басталды. Әркім өзінің пұтын шығарып алды да, сол пұттарға табыну басталды. Сол пұттар үшін қырылу, төбелестер басталды, иә. Анау Юсуф пайғамбардың историясын көрсеңіздер білесіздер. Пұттарға табынды. Ол пұттардың артында адамның өзінің эгосы тұрды. Мына Құдайға көп адам табыну керек, мына Құдайға аз адам табынып жатыр, мына аз Құдайға табынып жатқан адамдар, бұлар арттарында мына Құдайдың маскасын жамылып алды да өздері тұрды. Бізге көп адам табыну керек, бізді көп адам сыйлау керек, бізді көп адам құрметтеу керек деген өздерінің бір аштық сезімдері тұрды. Бірақ оны олар тікелей жеткізе алмады да, Құдайды жаңа пұттарын өздеріне маска қылып қойып алды. Одан кейін ол пұттар құлады да, орнына көрінбейтін Құдайды алып келе бастады, иә, яғни көк тәңірі деген сияқты Құдайларды, біреу Иисусты Құдай қылып алды, біреу Аллахты Құдай қылып алды, и соған табына бастады. Олар табынған жоқ. Олармен андай неге келді? Не деп айтатын еді? Мен саған табынам, мен сен үшін ораза ұстаймын, мен сен үшін бірдеңе істеймін, ал сен маған ақша бер, ал сен мені аман қыл, ал сен менің денсаулығымды мықты қыл. Құдайым, мен сенен сұрап отырмын, мен сен үшін вот 50 000 теңге садақа бердім, ертең менің балам грант ұтып алсын деген сияқты саудаға кетіп қалды. Сосын дінді пайдаланып адамдар әртүрлі хиджабтар киіп, әртүрлі дін өкілдерін пайдаланып алып, білгендерін істеп кетті. Былайша айтқан кезде хиджаб киіп алады да, бірақ істеп жатқан нәрсесі вообще не соответствует. Просто бұл қоғамға сәйкес келу үшін хиджабтағы адам вау, керемет деген бір адам, бұрында қоғам солай қабылдады ғой адамдарды. И сондай нәрсеге соответствовать ету үшін өзін искажать етіп, өзін таптап, сондай іс-әрекеттерге кетті. И бұл жерде бізде Құдаймен саудаласып кеттік қой, былайша айтқанда. Это ненормально. Это ненормально. Білмеймін, дауысы не үшін ақырын шығып тұрған, менде вроде мен микрофонмен отырмын. Солай Құдайлармен саудаласып кеттік. Енді біз шынайы Құдайға қайта оралатын боламыз. Ол үшін біз бірінші теломызды тыңдап үйренуіміз керек. То, что вот. Яғни болашақта ондай адамдардың көбісі жаңағы діннен шығады, потому что дін бұл бөлінушілік, единое сознание Бога келеді, адамдардың бәрі понимает, что мұсылмандар ғана жәннатқа кіріп, қалғандар тозаққа кетеді деген, это ненормальный, діндегі искаженный дүниелерді түсіне бастайды. Ол жердегі дінді бұрында адамдарды управлять ету үшін, адамдарды басқару үшін пайдаланып, оның да опытынан өттік, алғысымызды айтамыз, енді босатамыз, и дальше кетуіміз қажет. И бізде мына жерде жаңағы сұрақ, вот проект X осы душа мен теланың ортасында болатын коридор. Проекттан өткен кезде, достар, пробуждение ол төбеге қарай, алдыға қарай жүрмейді. Пробуждение артқа қарай жүреді. Өзіңе өзің ораласың. Біз бұл нәрселердің барлығынан бізде былай жоғарғы өлшемдер болды да, потом төмен түстік та, енді қайтадан потихоньку жоғары көтеріліп жатыр ғой. И вот жоғары көтерілген кезде бізде бәрі есімізге түсе бастайды. Яғни біз былай алдыға қарай кетпейміз, наоборот артқа қарай кетеміз. Поэтому проектта біз прошлый воплощениялармен жұмыс жасаймыз. Ол жерде неотработанный сабақтармен жұмыс жүретін болады. Өзіңнің истинный лицоңды көретін боласың. И ол проекттен кейін адам түсінеді, что ғаламда барлығының әділетті екенін, барлығының дұрыс екенін, барлығы ақтың да қараның да опытынан өтеді екен. И сен ол жерде проекттен кейін ешкімді осуждать ете алмайсың. Біреу ажырасып жатыр ма, оны осуждать ете алмайсың, потому что сенде де прошлыда сондай опыт болған. Біреуді өлтіріп жатыр ма, оны да осуждать ете алмайсың, потому что сен де сондай опыттан өткенсің.
и адамдарда сондай бір бөлінушілік деген дүние, андай бөлу, мынау жақсы мынау жаман деген нәрселердің барлығы тоқтайды, потому что адам барлық сол опыттан өтеді. И мынау өтіп жатқан адамға уже құрметпен қарайсың, просто сол сабағынан өтіп кетсін деп тілейсің. И өткен өмірде бірінші кезекте проектта бізде сфера ашылады. Сфера ашылған кезде кім алып келіп тұр, соны көрсетеді. Біз осылай отырған кезде, вау, мен барғым келіп жатыр деген сізде бір импульс пайда болады. Сол импульсті салатын күштер болады. Ол күштер тәлімгерлер, рухтар, душаның өзі и ататек. Осы күштердің біреусі сізге сол импульсті салып, келгенше сізді сопровождать етіп келеді. Одан кейін, вот когда тәлімгер алып келген кезде и ататек алып келген кезде адамда в основном физикалық әлемде миссия болуы мүмкін. А когда вот рух алып келген кезде и душа алып келген кезде адамда всегда рухани әлемде миссиясы болады. Одан кейін сфераны көргеннен кейін бізде хроники акаши ашылады. Хроники акашида егер де сіз түс аян көретін адам болсаңыз, сіздің хроники акашиңыз уже ашық тұрады. Жалпы адамдар түсті аянды барлығын осы хроники акашидан алады. Егер сізде сондай қасиет болса, уже ашық тұрады. Содан кейін бұрында хроники акашимен жұмыс жасаған болсаңыз, регресс, гипнотерапия или бір прошлый өмірлеріңізді түсіңізде көретін болсаңыз, тоже хроники акаши ашық тұрады. Если проводникпен кірген болсаңыз, проводниктің энергиясы көрініп тұрады. Хроники акашимен 10 рет жұмыс жасаған болсаңыз, 10 луч түсіп тұрады былай хроникиға. Одан кейін хроникиді, в основном 80-90% адамда хроники акаши проектта бірінші рет ашылады. Хроники акашидің сыртында рухтың есімі жазылып тұрады. Ол рухтың есімін біз атаған кезде душа үйіне қайтуға не алады? Короче, возвращенияға дауыс естиді. Душа, например, матрицада ойнап жүр, анамен қырылып жатыр, күйеумен қырылып жатыр, жұмыста көтеріліп жатыр, мә күшті сезініп жатыр, айфон алып жатыр, машина алып жатыр, бір нәрсе алып жатыр, ойнап жатыр да, қызу ойында. И сосын тұрады да, сені рухның есімін айтады. Лиада деген кезде рух сразу жарты қарайды да, мені үйге шақырып жатыр, мен қайтуым керек дейді, возвращение пайда болады рухтың есімен. Поэтому рухтың есімін білу бізге маңызды. Кейбір рухтардың есімін звучить етуге болмайды, өзі ғана білу керек. Ал кейбіреулердікін болады. Мысалға, сіздің балаңыз далада ойнап жатады, күн до ойнап жүреді балалармен, сосын бір кезде мамасы жүр үйге қайт балам, тамақ ішеміз деп шақырған кезде бала деген жүгіріп қайтады ғой. Тура сол сияқты душада возвращение болады. Возвращение болған кезде душа ойнап отқан нәрсесін бәрін тастайды. Отношенияда ойнап отыр ма? Отношенияны тастайды. Там будет развод. Бизнесті құрауым керек, керемет болуым керек, өзім доказать етуім керек, миллионер болуым керек, олигарх болуым керек деп ойнап отыр ма? Ананы тастайды. Вот, например, мен деген бір машина алуым керек, бірдеңкені алуым керек дейді да, сондай бір ойынды ойнап жатады, ананы тастайды бәрін. Тастаған кезде бәрінен босайды да, душа возвращение жасайды. А біздің эгомыз оны тастағысы келмейді. Жынысың ба? Мен деген қаншама ресурс салдым. Құттай кезінде мен әлі жасым 40-қа келді, мен бірақ мамама мен достойный өмір сүруге достойный екенін дәлелдеп болған жоқпын ғой. Қайтпайсың сен деп душаны қылқындырады. И сол моментте ночь темной души болады. Адамда екеуі төбелеседі. Армагеддон соғысы болады. Душа айтады, мен кетуім керек, мен шақырып жатыр дейді. Эго айтады, мен әлі ойнауым керек, мен әлі толған жоқпын. Жынысына мен бұл бизнесімді қалай тоқтатам? Мен деген ол үшін деген қаншама қарызға кірдім ғой, кетпейсің дейді. Сосын душа жоқ, мен кетемін дейді, анау кетпейсің дейді. И осы жерде душа эгоны тыңдамағандықтан, эгомыз қатты да, душаны тыңдамағандықтан ғалам сізге еще хуже нені жібереді, ситуацияларды жібереді. Басыңыздан ұрып бәрібір возвращение болады. Адамның эгосы қаншалықты қатты, қаншалықты мықты, соншалықты оның трансформациялық уақыты да ұзақ болады, соншама рет оған больнее болады. Проекттан 3 жыл бұрын өтіп кеткен адамдар бар, әлі осылай қақтығысып отырған. Поэтому осы уақытта күреспеу керек, босату керек. Ғалам сізден бір нәрсені алып қалды ма, все, отпускайте оны. Значит, ол сіздің душаңызға керек емес. Егер сіз оның артынан қолайтын болсаңыз, вам будет еще хуже. Потому что ол сіздің қалауыңыз емес, ол эгоның қалауы. Эгоның қалауы ата-анаға дәлелдеу бірінші кезекте, одан кейін қоғамға дәлелдеу өзін. Мынандай ситуациялар болады, адам өзін бүкіл әлемге мойындатады. Бүкіл әлем ол адамды мойындайтын, жұлдыздар бар, бізде әртүрлі.
бірақ адам өзін мойындамайды никогда. Это самый ужасный нәрсе. И ондайлар тоже көп. Поэтому бірінші өзіңіз мойындаңыз, бірінші өзіңізге өзіңізді дәлелдеңіз. Вот бізде осы рух, жаңағы адам рухын айтқан кезде душа сол кодовый сөз сияқты естиді да и возвращение жасайды. И осы периодта адамдар тұрып қалады. Одан кейін бізде хроники акаши ашылады. Адам бірінші эволюциялардан өтеді. Өсімдік, макроорганизмдардың эволюцияларынан өтеді. Адам, душа бірден жерге адамның телосына келмейді. Ол бірінші эволюциялардан өтеді. Сол эволюциядан қанша рет өткенін көреміз. Одан кейін адам болып келген воплощениесін көреміз, қанша екенін. Одан кейін өмірінің қанша опытынан өтті. Мысалы 100%, мысалы 4500 рет өмірге келді ма, 4500 өмірдің опыттарынан қанша пайызын өтті. 60% өтіп, 40% өтпеген болуы мүмкін. Вот проект бізде именно сол өтпеген 40%-ына арналады. 60% ол 5D-да қосылады. Поэтому проект бізде жесткий проект, глубокий проект. Ол бәріне ұнай бермейді, и бәрі бірде өте бермейді онан. Оның адамның эгосы, адамның умы ол жаққа келуге дайын болмайды. Вот бізде қазір жердегі адамдардың барлығы өздерінің опыттарынан 60%-нан жоғары өткен душалар. 60%-дан төмен, мысалға сіз 50% өтіп, 50% өтпеген болсаңыз, сіз переход кезінде туыла алмайсыз. Поэтому сіздер переход кезінде туылып тұрсыздар ма, значит сіздер жақсы өттіңіздер деген сөз. И вот проект бізде осы өте алмай қалған опыт болады, ол мысалы біреу 20%-нан өте алмайды, біреу 30%-нан өте алмайды. Именно сол пайызына арналады. И ол жерде кішкене жестковатый нәрселер болады. Біздің эгомызға тиетін, личностымызға тиетін, мойындамайтын біздің темная сторонамыз болады. И сол жерде проект кетеді. Дальше қыстырылып қалған душаларды көреміз. Қыстырылып қалған эмоциональный телоны көреміз. Эмоциональный тело бізде 200-215 жасқа көбейіп кетеді. Мысалға жердегі жасың 25-те, бірақ эмоциональный телоң 250-де болуы мүмкін. Оған әсер ететін осы өмірде кішкентай кезіңнен бастап, құттай кезіңнен жинаған эмоцияларың, одан кейін прошлое воплощениедағы незавершенный опыттар. Сенде мысалы незавершенный опыт 80 душаң екі әлемде қыстырылып қалды ма, сен қазір 81 душаның эмоциясын қатар сезінесің. Қазіргі душамен қарағанда. Сонда сен 81 душаның эмоциясын қатар сезінгендіктен эмоциональный тело қартайып кетеді. Соны көреміз, потом қалып қалған душаларды көреміз. Қалып қалған душалар біздің эмоциямызға әсер етеді. Вот мысалға сіз өртеніп жатып қайтыс болдыңыз, балаларыңызды құтқара алмай қалдыңыз. И сол жерде душа қалып қалды. И қазіргі кезде бәрі жақсы, бәрі керемет, балаларыңыз аман, но у вас какой-то тревога тұрады. Все время бір нәрсе болып қалатын сияқты. Балаларымды құтқаруым керек, балаларыңызға опекать ете бересіз. Ол барып достармен шығып кетсе, қанышып звондай бересіз, и өзіңіз түсінбейсіз ана тревоганы. Сонда сіз ана душаның эмоциясының 30%-мен өмір сүріп жүресіз. Сонда сіздің 100% эмоцияңыз болса, 30% мына душаға тиесілі емес, өткен өмірде қалып қалған душаға тиесілі деген сөз. Сондай душаларды көтереміз, потом суицид жасаған душалар болады. Суицид жасаған душаларды көтереміз. Суицид жасаған душалардың көтерілу сәл қиындау болады, потому что бізде телода дінде де айтады ғой, адам өз-өзіне қол жұмсауға болмайды деп, оның эмоциясы сізге синхронно келеді. Зорланып барып қайтыс болған адам өз-өзін өлтірсе, осы өмірде душа көтерілген кезде соның эмоциясын қатар сезінеді. Поэтому проекттен кейін адамдарда шайқалыс болады. Одан кейін біз астралды көреміз. Астрал телоға әсер етеді. Ана жақта өтіңнен уланып жатсың ба, өтің ауырады осы өмірде. Именно астрал жақындаған сайын астралдық аурулар физикалық телоға шығып кетеді. И астралдық ауруды сразу можно замечать. Мысалға бір больницада отырсын, 5 адам отыр, 5-інде жүрегі ауырып отыр ма, ананың ішіндегі астралы бар, астралдан ауырып тұрған адамның энергетикасы вообще басқаша болады. Біреудікі психосоматика болуы мүмкін, біреудікі генетикалық болуы мүмкін, біреу бір эмоциялардан өзі жинап алған болуы мүмкін, и бір төртіншісі ол астрал болуы мүмкін. И ана төртеуінің ішінен ана астралды сразу көресің, потому что ол мынандай түнеріп, қап-қара болып, түрі жаман болып, раздраженный болып отырады. Прям энергетически сразу заметно, и сразу айтасың, ана кісінің астрал уже шығу керек екен, уже физикаға өтіп кетіпті ғой. И астралдың аурулары жесткий болады. Адам шіри бастайды, бірдеңкелер үстіне шыға бастайды, іш құрылысында бір түсініксіз нәрселер, и то оны ешкім емдей алмайды. Ем қонбайды, потому что ана астралдағы душа синхронно қосылып кеткен ғой, тура солай. Астрал деген бұл еще төменгі қабат. Вот сондай астралдағы душаларды көтереміз, одан кейін плюсовая карманы айтамыз. Плюсовая карманы біз барлық адамдарға айтпаймыз.
Плюсовая карманы более чувство вины мен чувство долгамен жүретін адамдарға ғана айтамыз. Эгосы толып тұрған адамдарға оны айтпаймыз. Мысалға, сен өткен өмірде монах болыпсыз, плюсовая карма жинапсыз, мына жерде керемет болсын десе, қазіргі өзі тупой болып отқанын, бір нәрсені решать етіп жүре алмағанын ұмытып кетеді да, мен білесің ба, өткен өмірде монах болғам, менің ақылымды тыңда, сен неғып мені тыңдамай жатсың, мен өткен өмірде монах болғам, мен ішімде монах сөйлеп жатыр деген сияқты адамдар қуа бастайды. Почему? Потому что оны осы өмірде ешкім мойындамаған, и ол бір нәрсе арқылы мойындатқысы келеді да, иллюзияға түсіп кетеді. Поэтому плюсовая карма вообще көп адамдарға негізі айтыла бермейді. Адамдар сол нәрсеге түсіп кетеді. Мысалы, бұрында королева болған, бірақ қазір түк ақшасы жоқ болып жүруі мүмкін, и ана адамның эгосы үлкен болуы мүмкін, и анау проекттан өткен вот сіз королева болғансыз деген кезде прошлое воплощениенің уже нелер қосылады, полясына кіресің, и автомат тұрғыда өзіңді королева құсап ұстай бастайсың, и сен оны байқамай да қаласың. Поэтому психологиялық тұрғыда здоровый адамдар ғана бізде проекттан өтеді. Вот сондай болады. Сол үшін де бізде проект адамның өмірінде бір-ақ рет өтеді. Почему? Потому что біз бұл жерде өлі кеңістікпен жұмыс жасаймыз. Өлі қатемен жұмыс қой. Вот сізге мына дәптеріңді алып келді. Қарайсың, так қызылмен белгілеп бересің, мына жерде өте алмай қалыпсың, мына жерде өте алмай қалыпсың. Вот мен сен дәптерің осы жерден өтіп кел деп айтасың. И анау тұрады да, дальше сол жерін түзеу керек. А если мына жаққа қайта келе беретін болса, өлі кеңістікке адам искажаться етіп кетеді, андай өзін өзі жоғалтып алады. Поэтому қайта регрессологияға бару, қайта прошлойға түсе беру, это ненормально. Сіз сол жердегі духовный маскаға андай неге түсіп кетесіз, иллюзияға түсіп кетесіз. Поэтому бізде проекттан адамдар бір-ақ рет қана өтеді. Қайта анадан мынаған жүгіре берудің қажеті жоқ. Проектта болатын нәрсе, сіз бір жыл бойы оны қорытуыңыз керек. Қорытпай жатып адамдар чуть қиналса анаған кетеді, чуть қиналса мынаған кетеді. Біреудің миын арендаға сұрайсыз, біреудің миында сізге керек нәрсе болмайды. Потому что ол өзінің опытынан айтады, а сіздің опытыңыз вообще басқаша болуы мүмкін. Сосын қабілет қасиеті бар адамдар по-любому информацияны искажать етеді. 100% информацияны алу негізі өте қиын. Вот мен информация айтып жатырмын ба, мен по-любому оны искажать етіп айтам. Потому что менің миым, менің фильтрім, менің опытым басқаша. Айтылып тұрған информацияны где-то 98%-ке мен 98% дұрыс айтуы мүмкін, да 2% искажать етіп айтуы мүмкін. Поэтому чистый информацияны ала алмайды көп адам. Любой проводник какой-то бір нәрсесінде өзінікін қосады. Поэтому каждый проводникке жүгіре берудің қажеті жоқ. И иногда проводниктерде жоғарғы күштердің атын пайдаланып, мынау бүйтіп айтып жатыр, мынау сөйтіп айтып жатыр деп манипуляцияға кетеді. Ондай манипуляцияның күнде көреміз. Манипуляция бар жерде, о жерде исток сөйлеп тұрған жоқ, абсолют сөйлеп тұрған жоқ. Сразу можно понять, адамды унижать етіп ататын жерде, о жерде Құдай сөйлеп тұрған жоқ. Құдайдың информациясы никогда біреуді ранить етпейді, никогда біреуден төмендетпейді. Біреуді көріп отыр, бір қабілеті бар адамдар, анау мынадан төмен деген ой келді ма сізде, ол Құдай емес. Ол сіздің поляңызда, сіздің эгоңызбен, сіздің личностыңызбен ластанған дүние болуы мүмкін. Құдай никогда анау жаман, мынау күшті, сен ананы бүйт, мынаның артында жын тұр, мынаның артында бірдеңе тұр деп айтпайды. Проводниктерді сол үшін тыңдау, дұрыстау нету керек, дұрыс выбирать ете білген дұрыс. И желательно проводниктер негізі более жас болған сайын лучше информацияны ала алады. Вот. Жалпы проект содан кейін бізде ата текте жасаймыз. Ата текте адамдар перевоплощаться етеміз өзіміздің тегімізге. Сіздің 3-ші апаңыз өзіңіз болуы мүмкін, 12-ші апаңыз өзіңіз болуы мүмкін, 36-ші апаңыз өзіңіз болуы мүмкін. Біз о жерде бір жетілікпен емес, 3-4 жетілікпен жұмыс жасаймыз. Сол жердегі қарғыстар болса шығады. Біз қазір нормально өмір сүріп жатырмыз. Бізде текте жақсы нәрселерді ғана бізге насихаттайды, а жаман нәрселер жақсы нәрседен 2 есе көп болады. Жаман нәрселерді айтпайды ғой, енді текте жақсы нәрселер ғана қалу керек болады, бірақ о жерде де тоже барлық адам бірдей жақсы өмір сүрмейді.
ол жерде де әртүрлі нелер болады, опыттар болады. Еще біздің ол кезде санамыз төмен болған, ол кезде біз еще больше бүлдіргенбіз деген сөз. Сол жерде өзіңіз арқылы алып келген программа болуы мүмкін. Мысалға сіз өзіңіздің тегіңізге келін болып түстіңіз, өзіңіз кедей жерден шыққан болуыңыз мүмкін, бірақ сіздің сол тегіңіз бай жерден шыққан болуы мүмкін. Получается, сіз бай текке бардыңыз да, сосын звездовать етіп, адамдарды унижать етіп, баршылықтың опытынан өте алмай қалдыңыз ба? Осы өмірде ата енеңізге барып құл болып жұмыс жасайсыз. И түсінбейсіз не үшін, потому что сіз текке сондай программаны алып келесіз, и сол программаға өзіңіз түсесіз. Ақшаның минусымен кеттің ма, сізде бір ақшаны теріс пайдаланып кеттіңіз ба, тегіңізде осы өмірде не істесеңіз де жолыңыз болмай жүреді. Бір өткен өміріңізде ұрлық жасап, одан кейін оның жазасын өтемей қалдыңыз ба, осы өмірде екі адам ұрысып тұрса, үшінші болып қасынан өтіп бара сізді алып кете береді. Тұзыңыз жеңіл болып, вечно істемеген нәрсеңіз үшін біреулердің алдында кешірім сұрап, істемеген нәрсеңіз үшін жазаланып, сондай болып жүреді. Родтағы программалармен жұмыс жасаймыз, одан кейін қалып қалған душалар болса аламыз, родовой генетикалық аурулар да шығады ол кезде. Сосын ол жерде, если сіздің ата-анаңыз сіздікі емес болса, тоже көрініп тұрады полядан. Бірақ поляда бізге иногда айтады, айтпаңдар дейді. Бұның ата-анасы ол емес екен, айтпаңдар. Ол скоро өзі біледі деп айтады. Иногда бывает адамдардың вот қайтыс болатындығын көрсетіп тұрады. Мына адам вот проектке келіп артын тазалайды да, 1 жыл, 2 жылдың ішінде қайтыс болуы мүмкін деп көрсетіп тұрады бізге. Бірақ біз оны тоже айтпаймыз. Иногда информациядағы, полядағы ақпараттың барлығын толықтай жеткізбейміз адамдарға. Потому что айтпа деген нәрсесін айтпаймыз, айт деген дүниесін айтамыз. Вот, сосын родпен жұмыс жасағаннан кейін бізде послание айтады. Әсіресе қабілет қасиеті бар адамдар послание айтады. Послание айтқан кезде кей кезде ұрсады. Мысалы, өткен өмірдегі ошибканы неге істеп жүрсің? Сен өткен өмірде деген андай әйелі бар еркекпен жүрдің, осы өмірде неғып жүрсің деген сияқты андай ұрсатындар болады. Ну, көбіне андай тоже ата тек бізге немен қарайды, түсіністікпен қарайды, и ондай ұрсатын жағдайлар тоже көп емес. Кей проводниктер осыны естіп алғанда, ой, адамдарға барып бұрқылдатып ұрсады. Это ваша агрессия. Вот так вот. Проводниктен полностью бәрі бірге шығады. Адамның ішінде не бар, сол нәрсенің барлығы бірге шығады. Сол үшін қасиеті бар адамдар, бізде проекттен қаншама адамның қасиеті ашылды. Почти 80%-ның қасиеті қайттан жабылып қалды. Почему? Потому что там высшая сила емес, сіздің эгоңызбен личностыңыз сөйлеп кетеді. И дальше солай проект аяқталады. Проект аяқталғаннан кейін сізде жаңа қателеріңізді айтып береді. Вот осы жерде жұмыс жасау керек, мына жерде жұмыс жасау керек. И дальше сіз 1 жыл бойы жұмыс жасайсыз. Бізде проект менталды әлемде болады, жоғарғы әлемде. Менталды әлемде уақыт жоқ. Біз ол жерде проектін 2 сағат, 3 сағат жасауымыз мүмкін, бірақ физикалық әлемде ол 1 жылға созылады. Яғни жоғарғы әлемдегі, менталды әлемдегі 2 сағат, бұл жердегі 1 жыл уақыт. Яғни проект сіздің бойыңызда 1 жыл бойы жүреді. Проекттен кейін не істеу керек? Еш нәрсеге сопротивляться етпеу керек. Кетіп жатыр ма адам? Жарайды. Эгоңыз құлап жатыр ма? Жарайды. Екі қолыңызды босатасыз да берілесіз. Еш нәрсемен күреспейсіз. И сіз бәрін терять етуге дайын болуыңыз керек. Потому что душа возвращение жасағанда ойнап отқан нәрсесін бәрін тастайды. И оған сопротивляться етпеу керек. Барлық рольдардан шығу керек. Ешкіммен күресудің қажет жоқ. Проекттен кейін сіз пустота болады, не істеп жүргеніңізді білмейсіз. Анда екі поляның ортасында қалып қалған сияқты ощущение болады. И полусонный сияқты болып жүресіз, кішкене түсінбей. И мынандай не? Материалдық әлем дәмін жоғарта бастайды. Уже бұрында жарысып той жасайтын едіңіз, мамамның 60 жасы келе жатыр. Что-то ештеңе дәлелдеймін деп тұрған жоқ. Мен мамамның алдында күшті қыз болып көрініп, 5 миллионға той жасамын деп тұрған жоқ. Я это не хочу. Мен шетелге баруым керек, демалуым керек. Биыл шықпай қалдым, былтыр шығып едім. Елдер мынау биыл шықпай қалды, ақша жоқ деп айтатын шығар деген ойдың бәрі түседі. Мен не хочу. Жұмыста 1040 адамның жұмысын жасап, бастықтың алдында күшті көрінгіңіз келіп жүретін еді. Қазір не хочу. Сондай бір материядан шығу басталады. И как будто сізде андай бүкіл әлем сұп-сұр болып қалған сияқты ощущение болады. И сосын сіз андай ощущение болады, айнаға қарайсың да, кто я? Кіммін мен? Деген сияқты ощущение болады. Сондай бір қызық ощущениялар болады. И просто сол жақтан өтіп шығу керек. Проекттен кейін сізді ешкім переход жасап жібермейді. Сіз қатеңізбен жұмыс жасайсыз. Если сол қатеңізден дұрыс өтпесеңіз, сол қате қайталанып келе береді.
просто андай сопротивля эгоның растворяться етуіне рұқсат беріңіз, материяның растворяться етуіне рұқсат беріңіз. Потом материядан шығасыз да қайтадан материяға келесіз, потому что біз осы материямен переход жасаймыз. Если сіздерде сондай бір қызығушылықтардың кетіп қалып жатқаны болса, это нормально. Ночь темной души болады көп адамда. Ол бірінші санада болады, потом физикалық телода болады. Сол кезде успокоиться етеді, үнін өшіре бастайды, андай бірдеңе дәлелдегің келетін нәрсенің бәрі успокоиться ете бастайды. Бұрында мамам мені жақсы көрмейді, сіңілімді қатты жақсы көреді деген нәрсенің барлығы мәнсіз сияқты, мағынасыз сияқты, не үшін сондай реакция бергем деген сияқты ощущениялар болады. Одан кейін уже проекттан полностью қателеріңізбен дұрыс жұмыс жасалғаннан кейін сізде возвращение болады. Уже әлемге басқаша қарайсыз, әлемді басқаша көре бастайсыз. И сізде андай уже жарыспайсыз. Вот, например, сіз 40 жыл бизнесте жүрсе, бизнесті тастап кетесіз да, мен тігінмен айналсам. Кайфына тіккен кезде бар ғой, қыздар да жылап тұрып айтады ғой, я прям кайфую, мен ұшып кетемін, мен бұрыннан бері неғып істемегем, потому что тігінде ақша жоқ деп ойладым, бизнесте ақша бар деп ойладым, деген сияқты. Бір адамдар просто бүкіл государственный бір жұмыстан шығып кетеді да, өзі не қалайды, сонымен айналысады, стенаға барып сурет салады, сондай. Біреу жұмысынан шығады да, мысалға просто жұмыс істегім келмейді, коньки тебеді барып, гитарамен ойнайды, более өзін еске түсіре бастайды. Сосын сол хобби сияқты нәрселерін табады да, сол нәрсе арқылы оларда предназначение ашылады. Негізі предназначение, миссия деген бұл тоже эгода. Душа просто творить етеді болды. И когда творить еткен кезде оның бәрі ашылады. 12 чакраға дейін. Оны миссия деп айтуға да келмейтін шығар. Вот так. Сосын адам өзінің жұмысын тапқан кезде ода ақшамен проблема болмайды. Сіз даже андай стенаға сурет салатын художник болсаңыз да, сізге заказдар келе бастайды. И сізде ойбай, маған бұл заказ жетпей қалды, тағы да деген андай ішкі сезім болмайды. Вот, сондай нәрселер болады проекттан кейін. Бірақ бұл әркімге әртүрлі. Кімнің эгосы қатты, оның трансформациялық периоды да қатты болады. Потом тағы не айтайын деп едім. Вот сондай нәрселер болады проекттан кейін. Творить еткім келіп жүр дейді, твори. Вот, осындай дүниелер. Так, маған 3-те қазір шығу керек. Тағы не туралы айтам деп едім. Ата-баба Құран бағыштау дұрыс па дейді. Құранға сенуге болады ма дейді. Құран деген тоже ниетіңізге байланысты. Бұл жерде ниет қой. Ата-бабаға бағыштау дұрыс, өлі разы болмай тірі байымас деген нәрсе. Олар біздің физикалық әлемімізге қатты әсер етеді. Мысалға, прошлое воплощениялар біздің физикалық әлемімізге әсер етпеуі мүмкін, бірақ эмоционально әсер етуі мүмкін. А вот ата тек не туда кетіп барсаң, жолыңды жаба салады, шарқ еткізіп. Олар, потому что мына артымда тұр ғой, жақын тұр ғой, и менде олардың қаны бар, менде генетикасы бар, и олар мені управлять ете алады. Поэтому бұрында әруаққа сыйынған. Негізі әруаққа сыйыну деген нәрсе бізде мынау қазақтарда, может Азияда шығар, білмеймін, короче, біздерде ғана бар екен, басқа елдерде жоқ екен ондай нәрсе. И бізде ата тегіміз бәрін білген. Достар, бұл нәрсенің барлығы біз үшін жаңалық емес. Бұның барлығын біздің ата тегіміз білген, бірақ просто кейін өшіріп тастаған мидан. Бұл вообще жаңалық нәрсе емес. И сосын қарсы шығатын адамдар вообще түсінбеймін. Бұл деген біздің ата бабамыздың ұстанған жолы, былайша айтқан кезде. Сосын реально андай адамды еске алып тамақ беру деген біздерде ғана бар ғой. Мен алдында апам деген бір жерге барайық деп асқа ертіп барған едім. Асқа ертіп барған кезде бір атаның еске алуына барып жаттық та, қайтыс болғанына 40 жыл болған ба, короче, бірдеңке 20 жыл болған ба, ұмытып қалдым. Короче, ана жерде атаның қайтыс болғанына бардық, асы сияқты бірдеңкесіне. Ана жерде барсам, үшінші көзіммен көрсем, бір еркек аппақ костюм киіп алған, қуанып қол шапалақтап жүр. Андай, ол кісі тірі емес, әруағы ғой, қол шапалақтап жүр да. Сосын мен бір атаның қайтыс болғаны ғой енді, оның әйелі тос сөйлеп жатыр, әйелі де үлкен кісі. Сосын апам айтам да, кім қайтыс болған десем, осындай ата дейді да. Сосын ол кісі қашан қайтыс болған десем, жас кезінде қайтыс болған дейді. Сонда мен оның жас кездегі рухын, душасын көріп тұрмын ғой. Ол прям андай радуется, и каждый анандай
басына қолын қойып мындай благословение беріп жүр. И соны біздің білген адамдар, біздің тегіміз, ата тегіміз. И реально сондай өлі разы болмай тірі байымас деген нәрсе бар. Одан кейін ол жерде Құран оқыған кезде екі молда Құран оқыды. Бір молда оқыған кезде я начала раздражаться, потому что ол кісінің аузынан андай түтін шыға бастады. И сосын анаған қарап тұрсам, іші толған агрессия. И өзінің әйелін ұратынын көріп жатырмын да. Бірақ андай елдің алдына шығып күшті нәрсе айтып жатыр. А екінші молда оқыған кезде я прям кайфовала Құранда. Екеуі бір Құран оқып тұр. Вот видите, адамға байланысты. И ана кісі өзі творчествомен айналысатын кісі екен, гитарада бір нәрселерде ойнайды. И андай внешность тоже андай творческий адам сияқты. И ана кісі прям жарқырап тұр. И когда ол кісі енді қатты андай дінге жақын кісі емес екен, бірақ та Құран оқиды, намазын оқиды, ана кісі сияқты молда емес. Бірақ сол кісі Құран оқыған кезде аж прям бүкіл денемде мурашки жүріп, прям я кайфовала. Поэтому тоже адамға байланысты, адамның энергетикасына ана жерде сондай бір сұрақ болған екен, Құран оқыған дұрыс па деген. Мен просто әңгіме айтып отырсам да адамға жақсы әсер етуі мүмкін. И мен мына жерде әңгіме емес, Құран оқып отырсам, тоже самое, мен ішімде не бар, соны шығарам ғой, былайша айтқанда. Құранда негізі өте көп нәрселер бар, жақсы дүниелер. Бірақ та Құранда теріс дүниелер де бар. Мен иногда ютубтан Құран қосқан кезде я прям кайфую, потому что мен андай музыкалардың вибрацияларын көріп кетемін да иногда. И біреусін қосқан кезде прям кайф болады, екіншісін қосқан кезде анау каждый сөзі искаженный, теріс айналдырып жүрген, арасына бір нәрсе қосып жүрген, сондайлар да бар екен, короче. Сондай. И то же самое өлең айтқан кезде адамдардың энергетикасын ощущаешь. И ана адам любой бір өлеңді айтқан кезде адамға прям жағымды болады, и келесі адам айтқан кезде адамға жағымсыз болады деген сияқты. Вот, сондай дүниелер. Так. Кармада душа адам оянған кезде кармадан да миссиядан да бәрінен шығады. Ол просто творить етеді. Миссиямды білуім керек, бірдеңке деген нәрсе болса, значит сіз әлі не завершали какой-то интим баланстың сырын туралы айтыңызшы деп та, оны тоже умайда айтатын боламын. Жыныстық қатынас деген вообще сакральный нәрсе ғой. Вот осы сұрақтар қойылған екен. Диана, осы эфир маған вибрация беріп тұр, бәрінде сондай ма дейді. Возможно. Иногда менде поле ашылып кетеді, бірақ бүгін поле ашылған жоқ. Поле ашылып кетсе, маған прямой эфирде жүргізу қиын. Потому что я, наверное, 222 адам отырма, 222 адамды отсчет ете бастаймын. Жобаға бола ма, болмай ма, оны менеджерларға жазасыздар. Я номер көрсетіп қоямын. Вот. Бізде сол жоба экстремаған өту қашан деп айтты, білмеймін қашан екенін. Оны өздеріңіз жазып сұрайсыздар. Проект ол барлық адамдарға арналған жоба емес. Ол кәрі рухтарға арналған. Именно біздің поля кәрі рухтарға жұмыс жасайды. Басқа проводниктің полясы бар, мысалы Салтанаттың, оның полясы более инопланетный душаларға жұмыс жасайды. А біздікі более больше андай земная душаларға, сондайларға жұмыс жасайды, кәрі рухтарға. Сосын андай немен алмаңыздар. Проектке келетін болсаңыздар, андай эмоциональный бір ойбай өтуім керек деген нәрсемен келмеңіздер, полностью андай дайын болып келіңіздер, потому что сіздерде возвращение болады. И ол возвращениеға бәрі шыдай алмайды. Проекттан өткен адамдар біледі ғой. И біздің поле более разрушительный поле. Если андай эгоңызды качать еткіңіз келсе, можете басқа проводниктерге баруға. Но у нас разрушительное поле. Кім біздің поляға соединяться етеді, бәрінде андай разрушение болады. Эго разрушаться етеді. Душа оянады зато. Маскалар шыға бастайды, бірақ адамдарға ол нәрсе ұнамайды. Сосын бізді кінәлайды. Үшінші көз көру ме, әлде сезіну ма дейді. Үшінші көз и көру, и сезіну.
достар, если үшінші көзімді ашқым келеді, мен сіздер сияқты көргім келеді десеңіз, никогда көрмейсіздер. Вот мен көргім келмейді, нафиг мне это не надо деген, маған қасиет вообще керек емес деген адамдарда қасиет ашылады. И солай істеп қойған ғой ғалым. Мен қасиет ашым керек, ойбай деген адамдар. Бұл вообще қасиет те емес. Просто бізге андай бұрынғы жүйемен понятно болу үшін солай айтқан шығармыз. Бұл білмеймін, бұл негізі қасиет те емес қой. Не бұл вообще? Просто андай, просто бірдеңке сондай. И сосын ол басқаша жұмыс жасайды. Біздің андай бір немен, білмеймін, біз өзіміз түсінбейміз не екенін. Басқаша жұмыс жасайды. Мысалы бұрынғылар нені көретін болса, болашағын көретін болса, сондай нәрселерін көрсе, біз вообще оның рухын көреміз, душасын көреміз, жанын көреміз, мына жердегі искаженный ондай внутренний ребенок көреміз, сондай нәрселерді көреміз. Поэтому оны не деп айтатынын білмеймін. Бұл жоба, мұндай процестер жоба X-тан өткен адамдарда ғана болмайды. Әр адамда әртүрлі. Оянатын адамдардың жолы әртүрлі. Кейбіреулерде осы проект X-тан кейін басталады, а кейбіреулерде наоборот проект X-тан кейін тоқтайды. Әркімнің контрактісі әртүрлі. Өз бетімен оянып кететін адамдар да болады. Олардың прошлыйда опыттарының 95%-нан дұрыс өткен адамдарда переход кезінде өздігінен оянып кетеді. Ал кішкене төмендегілерде оларға придется сондай әртүрлі бір проводниктерге баруға, әртүрлі бір трансформациялардан өтуге деген сияқты. Вот так вот. Жақсы онда, барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Микрофон күшті болып тұр. Эфирді қазір сақтайды шығармын, наверное. Талдықорғанда жоқпыз. Біз Алматыдамыз. Хотя мен өзім Талдықтікімін. Бізді Талдықорғанға вообще жібермейді, я? Біз негізі проектпен басқа қалаларға барамыз ғой, бірақ Талдыққа почему-то бармаппыз. Может, я Талдықорған жақын ғой Алматыға. Шымкенттің өзіне енді барайын деп отырмыз. Барлықтарыңызға рахмет. Проект X-тан 3 жыл бұрын өттім. Диана емшіден барып сабақ алдым. Қолдарымды активация етті. Миссияма енді ақырындап кірісіп жатырмын. Қандай проверкалар болады? Зачем вам ол проверкаларды сізге біліп? Просто будьте здесь и сейчас. Не үшін болашаққа қарай кетіп қалып жатырсыз? Біз өзіміз проблеманы солай создавать етеміз. Ертең не болады, ары күні не болады, одан кейін не болады деп. Зачем бастап отырсыз ба? Просто будьте здесь и сейчас и наслаждайтесь осы уақытпен. Не үшін сіз алдыға қарай кетіп жатырсыз? Возможности вообще проверкада болмауы мүмкін. Ол өзін әркімде әртүрлі индивидуальный болады. Шаркентке бармаймыз. Жақсы, сау болыңыздар. Маған жолға шығу керек.